таза тақта әдісі деп аталады. Қазір тақтамыз біздің таза ма, балалар? Не үшін таза емес? Көп қағаздар тұр. Ол қағаздардың ішінде бөлім бойынша біздің су тіршілік көзіне байланысты, немесе бөлім бойынша өткен түрлі шығармаларымызға байланысты сұрақтар бар. Осы сұрақтарды біз жылдам жауап беріп, тақтаны тазарта аламыз ба? Ендеше кеттік. Мақалды жалғастыр. Ине мен құдық білім қазғандай. Жоқ. Кім толық жалға айтып бере алады? Ине мен құдық қазғандай. Не ол? Білім ине мен құдық қазғандай. Білім ба, оқу ма? Білім. Адам сусыз өмір сүре ала ма? Адам сусыз өмір сүре ала ма? Ал тыңдайық. Адам сусыз өмір сүре алмайды. Өйткені онымен тамақты, шай және шөлдеген кезде, су ішкенде шөлінді қандыратын су. Сен суға қатысты не білесің? Ол су адамның жан жануарлардың, тірі жандардың тіршілік көзі. Сусыз адам көптеген зат жасай алмайды. Біздің де сұрауы бар. Жалғастыр. Өйткені біз суды көп пайдалансақ, азайып кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан біз қалай пайдалануымыз керек суды? Үнемдеп. Қалай болса солай? Ағызбай, бекерден бекер шашпай, суды таза ұстау керек суды. Суды неге тіршілік көзі деп атайды? Өйткені ол адамдар су ішеді, үстіп болады, сулерін қандырады, онымен шөптер де өздері өседі, тағы да жануарлар бұлақтан түсіп. Адам балықтың, ол адам балық суда жүреді. Ол өмірде жоқ, ол ағылмайды, азайып кетеді. Тізіп оқы. Су бергеннің жауабы бар, су төккеннің сауабы бар. Дұрысы керек. Су бергеннің сауабы бар, су төккеннің жауабы бар. Судың қасиеті өте көп. Ол ауылға шибар. Ол қыста мұз болып қатады, ал қыс келсе қайта ермейді. Тағы қандай қасиеттер бар? Оның иісі болмайды. Ол бойды тап. Біз сусыз өмір сүре алмаймыз. Су бізге қажет. Сосын тек қана адамға қажет па су? Жануарларға да барлық тіршілікке қажет. Еңбек батырдың айнасы деген жерден не шықты? Еңбек батырдың айнасы деген жерден су шықты. Адам балық қайда өмір сүреді? Адам балық судың астында балықтармен бірге өмір сүреді.